уақытын белгі қойып келдік. Сол белгілерін көрсетіп жатыр пайғамбарымызға. Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям қандай белгі қойыңдар деп сөйтеді. Сол қияметте тауып аламыз осы белгілерімен дейді да, ана жамандық жасаған адамға. Сөйтті да, соны сөйтіп жаңағы содан кейін оянып кеттім да, шыладым. Мен бақыттымын. Маған сиқыр жасаған адамдарды жақсы көрем. Алла разылық үшін жақсы көрем. Маған жасаған қандай жақсы болды. Әйтпесе мен пайғамбарымызды көрмейтін едім. Пайғамбарымызды енді осы өмірде де бізге шапағат етеді екен ғой. Бізде о дүниеде ғана шапағат етпейді екен ғой. Сондайлар құлағым естіп қалды ғой енді уағыздардан. Пайғамбарымыз бізге шапағат етеді, салауат айтыңдар, о дүниеде бұл дүниеде қанша шапағат етеді, өзі көріп жатса деп. Сөйтіп ойлағам, нем жоқ, діни білімім жоқ, өмірбаян оқымағам. Содан кейін оқып хадистерді оқи бастадым. Пайғамбарымыздың денесі ешқашан шірімейді. Ол біздің осы дүниеде де бізге шапағатшы болады. Қияметте де бізге шапағат етеді деген біздің сөзімізді естиді қазіргі. Біздің түрімізді де, әлпетімізді де көреді біз салауат айтқанда деп хадистерді оқыдым да, ой, топас болған екен ғой. Мына хадистерді өсіп жазған екен ғой. Кітабымды сүйіп қоям ғой. Осы жазған адамға Алланың нұры жаусын деп. Соны түсінде көрдім да, соны сенесіз ба? Мен 48 килограмм болып қалған ғой. Арықтаған 85 килограммнан 48 килограмм арықтап. Соны 12 пряник жеп алғам ғой. Ашпын ғой. Мен жазылдым. Тамақ ішпей қалған. Тамақ ішпей қалғам. Әже тамақ іше алмаймын. Басым айналады, жата беремін. Жаңағы түсті көрдім, қалай жаңағы маған оқыды, аятул курсиді. Пайғамбарымыз Аллахтың еліне сәлем оқысын. Содан мен деген жаңағы жазылып, есімді жиып, 12 пряник подряд жеп алғам ғой. Сосын ойбай жаным, әпкем жүгіріп кетті. Сен дейді 2 ай тамақ жеген жоқсың, мынаны жесең құсап болып қаласың, шегің бүйтті. Жоқ, ештеңе болмайды маған. Мені Алла жақсы көреді, мені пайғамбарым жақсы көреді. Мен 12-сінде жей беремін. Менің ешқандай ағзам ештеңе әсер етпейді. 12-сінде жеп суды ішіп алғам ғой. Сонымен жазылып, Алла шүкір, Алла тәубе деп. Содан кейін барып, мен жазылдым дедім да, садақаны дайындайын. Сейфімде ақшам толып жатыр. Ақша толып жатыр сейфте. Сейфім 2 сейфім бар. Ішіне ақша толып. Пакетке сыйғанша салдым ғой. Садақа тараттым, зекет тараттым, ауылыма барып. Содан кейін жаңағы үлкен мал шалдым. Сонымен ауылыма бардым да, таң түс көріп жатырмын. Сөйтсем түсімде іблісті көріп жатырмын. Аузу биллахи минаш шайтанир ражим, бисмиллахир рахманир рахим. Ол айтып жатыр. Бұл дейді, дұрыс жолға түсіп алды дейді. Бұны ешкім енді жолдан тайдыра алмайды дейді. Енді менің бір шансым қалды дейді да. Шәкірттеріне айтып жатыр. Сендер кетіңдер бұның жолына, жиналыңдар. Ана жиналып, нелерін алып, қайықтарын алып, менің жолымнан кетіп қалды. Соны айтады. Сіз не істейсіз деп сұрап жатыр шәкірттер. Менің бір шансым бар дейді. Сіздің қандай шансыңыз бар деп сұрап жатыр. Сөйтсе, ертең бұл садақаны бермей қалса, зекетті бермей қалса, ертең таңертең дейді да, ана малды шалмай қалса, біреуін жасамай қалса, менің бір шансым бар азғыруға дейді да бұны. Сондықтан мен соны күтіп, ертең сағат 10-да берем деген дейді. Соны күтіп 10-ға дейін күтем дейді. 10-да сол болса кетем, ал 10-ға болмаса тағы да мен азғырам дейді да. Содан кейін аузу биллахи минаш шайтанир ражим, бисмиллахир рахманир рахим. Садақаны 3 еселеп жүрдім, зекетін 3 еселеп жүрдім. Саған көрсетем өбіліс. Сен екесің ғой сұмыра менімен алысқан. Мен оны пайғамбарлармен ғана алысады деп жүрсем, менімен алысқан екенсің ғой. Жай шын шайтан алыспапты ғой. Аузу биллахи минаш шайтанир ражим, бисмиллахир рахманир рахим. Саған шанс жоқ дедім. Сағат 10 емес, сағат 8-де сойып тастаймын малымды дедім. 8-де таратам садақамды деп. Ертерек бәрін тараттым да, 3 еселендіріп жүрдім бәрінше. Соңын Аллаға шүкір, Алланың құдіретінде көрдім, мына дұшпанын да көрдім. Аллаға мыңда бір шүкір. Сосын кейін жаңа оқып жатқанда салауатты айтып біткеннен кейін тағы бір кітабында бір 33-ші бетінде жаңағы бір маған былай шығады 30-ші бетте бір кітабында пайғамбарымыз Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи ва салламды ібліс күйдірем деп отты әкеліп мұрнына бүйтіп тақаған кезде Жабрил алейхиссалам түседі да, Мұхаммед қайтала деп мына сүрені айтады дейді. Сол сүрені маған жазып қойыпты. Оның мағынасы былай: падишахтардың падишағы, мықтылардың мықтысы, патшалардың патшасы, Раббым Алла,
маған көмектес, жәрдем ет деген сондай примерно ше мағынасы. соны астына қазақша жазып қойған. И арабша транскрипциясын жазып қойған ғой маған. Мен соны арабша оқып жатырмын, мағынасын түсініп жатырмын. Түсініп оқы деп. Соны 100 рет оқимын жаңағы кітаптан. Мынау қайдан пайда болды? Пайғамбарымыздың несі жаңағы оқимын деп соны оқимын. Содан кейін жаңағы әбден жазған соң мен құдашам айтады, Айнар сен қалай жазылдың деп сұрайды ғой енді. Мен айтамын, фатиханы 100 рет, ықыласты 100 рет, фаляқты 100 рет, насты 100 рет, сосын аятул курсиді 100 рет оқыдым, 100 рет салауат айттым. И соны мына жерде маған бір кітаптан 100 рет дұға бар пайғамбарымыздың. Соны оқыдым, содан жазылдым дейді. Маған сол дұғаны берші дейді. Сол жаңа кітапты бүйтіп ашып жаңағы бетті қарасам, ол дұға жоқ. Оны ойладым, бұның беті тұспам, бетін санап шықтым, беті түгел. Мен бұл кітапты оқымадым ба? Қай кітапты? Апайымнан сұрайын. Мен ауырам деп есімнен адасып шығармын. Қай кітапты оқып жүрдің? Апай деймін ғой. Десем айтады, сен осы кітапты күнде оқисың дейді. 33-ші бетті қайырып қойсын дейді. Сол бетті қайырсам, ол же басқа нәрсе жазып отыр. Сосын ана кісі айтты, түсіндім. Оны саған перселер ұстап тұрған. Саған нәсіп етілген соны. Сол дұға нәсіп етілген. Бізге нәсіп етпеді, біз әлі дайын емеспіз. Оны біз оқысақ, бізге жаман болып жын ұрып, жаман болып қалуы мүмкін. Сондықтан мен түсіндім, мен емшімін ғой. Бұны саған періштелер ұстап тұрған. Соны ойладым, мына қызда, мына кісіде сөйлей береді, қалай періштелер ұстап тұрады. Может, кітаптан жаңылыс қалған шығармын деп өзім ойладым да, тағы Алланың құдіретіне, ой Алла, неге мені жақсы көрді, неге мен не үшін таңдап алдым мені, мен не үшін деп өзім таңғалдым да, одан сайын жаңа Алланың мені таңдап алған үшін соған сай болуға тырыса бастадым. Соның бар бір кезде маған елімді, халқымды, қазағым жақсы көре бастады. Ана 5 уақыт намазында балаларыма тілек тілейтінмін жаңағы. Сонан кейін 5 уақыт намазыма бүйтіп